Сіздердің UFC көрмесеңіздер де оны естігендеріңіз анық. Қазіргі заманның UFC-інде титул, ақша немесе де танымалдық үшін төбелессе, бұрынғы заманның UFC-інде тірі қалу үшін, өмір сүру үшін төбелескен. Сендермен бірге жебе арнасы. Бүгін біз, егер де сен бір күн гладиатор болсаң, не болар еді деген сюжетті қарастырып көреміз. Достар, егер бұндай формат сендерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Аяқ астынан бәрі өзгерді. Қасыңның бәрі шаң топырақ, қол аяғыңда кісен. Және алдыңа қарасаң құл сататын базар. Құттықтаймын, сен де сол құлдардың бірісің. Бұрын қолыңда телефон ұстасаң, қазір қолыңда қылыш. Егер сен денең мықты, накачанный, мықты мужик болсаң, сені гладиаторға алып кетеді. Ал егер қарапайым жігіт болсаң, шахтада немесе басқа да ауыр жұмыс істеуге сені алып кетеді. Сені бір Римнің адамы сатып алады. Қолыңа құлдық таңба қойып, атыңды Казахус Максимус деп қояды. Не үшін Казахус Максимус? Себебі қазіргі заманда сен қазақсың, ал Рим заманында максималды соғысасың ғой. Қысқаша мәлімет беріп кетсем, гладиаторлар деген кім болған? Ол дегеніміз соғыс кезінде тұтқынға алынғандар немесе қарызға батқан Римнің адамдары болған. Сені сатып алған адамның аты Лудус екен. Ол сені өзінің гладиаторлар мектебіне алып келді. Ол жерде сен не істейтін едің? Ең бірінші қауіпсіздік үшін сен ағаш қылышпен жаттығуларыңды бастайсың. Егер де сен осыған дейін арбаттың бойында силамер ұрып жүрген болсаң, құттықтаймын. Енді саған ағаштан силамер жасап береді. Оған қоса жаттығулар қатарына сен қалқанмен қорғануды үйренесің, жалаң қолмен күресу, жүгіру дайындықтары бар, қанжармен тор, жарақатпен күресесің, және де өзіңнің духыңды көтересің. Қысқасын айтқанда, сенің жаттығудан қолың босамайды. Сен қандай тамақ жеймін деп ойлап тұрған шығарсың. Негізгі гладиаторлардың рационы бұл арпа мен бұршақ болып есептеледі. Сен жиі арпа жейсің, арпадан жасалған ботқа, кептірілген бұршақ жейсің. Әрине, жай ғана арпа беріп қана қоя бермейді. Саған қасына нан қосып береді. Көгерген нан жейсің. Оны суға малып жейтінің бар. Және де қасына көкөністер қосып береді. Капуста, пияз, сарымсақ деген сияқты. Ол жерде жарақаттан тез жазылуға және де басқа да күш жинауға күшті мықты көкөністер болып саналады. Қысқасын айтқанда, не арзан, соны саған береді ғой. Етті армандамай қойсаң да болады, өйткені ол кезде ет өте қымбат болған. Жарайды, енді осы жаттығулардың бәрінен өттік делік. Енді алғашқы шайқас, гладиатор не істейді және не күтіп тұр деген сұрақ пайда болатын болса, ең бірінші сен темір қақпаның артында тұрасың. Қолыңда ауыр қылыш береді және де ағаш қалқан береді. Басында металл шлем болады. Және де бұның бәрі ауыр болғандықтан терлеп бықсисың ғой. Қақпа ашылғанда шоу басталады. Ол кезде мысалға тарихи оқиғаларға сүйеніп, біреуге Римнің киімін кигізіп, біреуге варвардың киімін кигізіп, сендерді соғыстырып қойып күліп отырады. Ол жерде бір аса қатты да ереже де жоқ. Екеулерің де мақсаттарың бір-бірлеріңді өлтіру, аяқтан соғу болсын, иықтан қағу, қалқанмен итеру, шапшаң жарақат салу, бәрі рұқсат берілген. Сен қарсыласыңды жеңгеннен кейін оның өмірін шешуге тиіссің. Бірақ көбінесе оны көрермендер шешеді. Егер саусақ төмен қараса, бұл өлім. Саусақ жоғары қараса, бұл өмір. Бұл шешімге император да араласуы мүмкін. Сонымен сен өз тағдырыңды өзің шешпейсің. Сенің тағдырыңды император мен халық шешеді. Егер сен қарапайым адамдарға қарсы шыққан болсаң, қуана бер. Себебі кейбір гладиаторларды аю, арыстан, леопард сияқты аңдарға қарсы шығуға мәжбүр болды. Бұл ең қауіпті және де әрі ең қанды шоулардың бірі. Және де көп адамдық шайқас. Бұл жерде кейде аренаға 10-15 гладиатор шығып, бәрі бір-біріне қарсы форматта соғысады. Бұл жерде нағыз хаос, адреналин, қан, барлығы бар. Егер сен осының бәрінен аман қалып жатсаң, сені келесі қиындықтар күтіп тұр. Бұл жерде жарақат алған гладиаторлар арнайы бөлмелерге апарылып емделеді. Бірақ бұл аурухана емес. Бұл жерге жараға тұз себу, темірмен күйдіру және де ащы өсімдіктермен жабу сияқты жабайы әдістерді қолданып емдейді. Жоқ, мен мықты гладиатор боламын, мен сол жердің жұлдызы боламын десең, саған мынандай варианттар бар.
Егер сен бір немесе бірнеше шайқаста тірі қалсаң, сенің атың шыға бастайды. Халық саған лақап ат қойып, сені құрметтей бастайды. Байлар сені өз мерекесіне шақырып, жеке өнер көрсетуіңді сұрайды. Сенің мүсінің жасап, саған статуя қояды. Кейбір гладиаторлар әйелдердің жүрегін жаулап алып, ол әйелдер гладиаторларға хат жазып, гүл лақтырып, ессіз ғашық болады. Сен құлсың, бірақ сен өзіңді бір сәтке өзіңді құдай сезінуің мүмкін. Жалпы гладиаторлардың соғысу мақсаты бұл ең бірінші тірі қалу үшін. Әр шайқас өмір мен өлімнің арасында тұрған сәт. Егер жеңілсең өлім, жеңсең тағы бір күн өмір сүре аласың. Әрбір гладиатордың ішінде еркіндік аламын деген үміті бар. Кейбір құлдарға ұзақ уақыттан кейін немесе ерекше ерлігі үшін еркіндік беріледі. Еркіндіктің символы ретінде ағаш қылыш беріледі. Бірақ бұл өте сирек болатын жағдай. Кейбіреулер даңқ пен атақты жақсы көреді. Тірі қалған гладиаторлар кейде нағыз жұлдызға айналады. Халық оларды жақсы көріп, есімдерін жаттап алған. Мысалға, Спартак ең әйгілі гладиаторлардың бірі. Сен осы жолдардың біреуін таңдауға міндетті болар едің. Ал шындыққа тіке қарайтын болсақ, гладиаторлар көңіл көтеру үшін ғана пайдаланылған еді. Олар Рим халқының ойыншығы еді. Байлар мен билік иелері халықтың тыныш ұстау үшін оларды шоу ұйымдастыруға пайдаланған. Алайда, сен бұның бәріне келіспесең, Максимус бастаған көтеріліске шығасың. Ол жерде сен 100 мыңдаған құлдарды артыңа жинап, Римге қарсы соғыс ашасың. Бірнеше соғысты жеңгенмен, Рим әскерлері жинақы және де мықты болғаннан кейін, сен оларға қарсы шыға алмай қайтыс боласың. Бірақ шындығына келсек, көбіміз жаттығудың бірінші күнінде қайтыс болатын едік, оның жасыратыны жоқ. Жалпы осымен гладиаторлардың өміріне шолуды аяқтасақ болады. Достар, егер сендерге осындай форматта видеолар ұнайтын болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Егер де сендер қолдасаңдар, әрі қарай басқа да осындай сюжеттер жасайтын боламын. Егер ұнамайтын болса, комментарийға жазып кетіңдер. Және де не үшін ұнамайтынын да жазсаңдар болады. Және де келесі сюжетке қандай жағдайларды қарастыруға болады, соны жазып кетіңдер. Мысалға, самурайлар жайлы болсын, немесе римдіктер жайлы болсын деген сияқты, немесе қазақ хандығын қарастырамыз ба? Өздерің идеяларыңды комментарийға жазып кетіңдер. Қош, сау болыңыздар.